Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін мен парақшамда кішкене жоспарсыз спонтанный видео десем болады. Себебі бүгін кеше осы маска іздеп барлық аптекаларды қарап, не маска, не антисептик таппай келгеннен кейін өзіме маска тігіп алайын дедім, и мынадай менде маска пайда болды. И весь процесс түсірдім сіздерге, мүмкін біреуге пайдалы болар. Бір-бірімізді күтіп, сақтанып, солай жүрейік. Яғни біздің қолымыздан келетін нәрсенің барлығын жасайық. Сондықтан кеттік. Маскамыздың үлгісін қағазға сызып аламыз. Сол үшін осындай А4 парақалы мынадай ұзын линия сызамыз. И сол линияның тура центрін табамыз. Менде 20 см болса, мен 10 см белгілеп аламын. Енді осы центрден төменге қарай 7 см белгілейміз. И осы жетіні на 4 см-ге, яғни 4 және 3 етіп белгілеп аламыз. Тура солай жоғарғы жағына да жасаймыз. Енді центрден 12,5 см сызамыз. Жоғарғы нүктеден 10,5 см, астыңғы нүктеден 8,5 см. Енді әрқайсысын осылай біріктіреміз. Енді мына нүктеден осы 3 см-ге дейін бұлай қиғаштап сызамыз. Тура солай мына нүктеден мына 3 см-ге қарай. Мына жерден былай қарай 1 см өлшейміз. Енді осы үлгімізді қиямыз. Үлгіні менде мынадай мата бар, мен осыған көшіремін, яғни осындайдың 2 данасын қиямын. Бірінші матамызды 2 бүктеп аламыз. 1 см тігіске қалдырып, сызамыз шетін. Екі данасын бірдей етіп қидық. Бұл біздің маскамыздың сыртқы жағы. Бұдан бөлек бізде масканың ішкі жағы болады, яғни оны мен қара кәдімгі матадан жасаймын. Ол үшін мына сызған үлгіміздің 1 см деп алған жерін қиып тастаймыз. Ішкі жағын жасауға мен осындай қара матаны қолданамын. Оны да тура солай 2 бүктеп аламыз. И үлгімізді қойып 1 см алдырып сызамыз. Міне мынау ішкі жағы, ал мынау сыртқы, яғни адамдарға көрініп тұратын жағы. Енді мынаны былай теріс қаратып қоямыз. Осы жерден былай біріктіріп тігесіз. Тура солай мына сыртқы жағын да осылай тігіп шығамыз. Міне достар, детальдарымыздың шет-шетін барлығын біріктіріп тіктік. Енді бұларды оң қаратамыз. И осы оң қаратып, бір-біріне тігеміз, яғни мына астыңғы жағын біріктіреміз и үстін тігеміз. Міне екеуін бір-біріне қаратып тіктік. Енді бұны оң қаратамыз. Еще мен ыңғайлы болу үшін жоғарғы және астыңғы жағын осылай тігіп алдым. Енді последний шақ қалды, ол мынаны бір қайырамыз, және де 1 см етіп өстіп тағы бір қайырып тігесіз, и тура солай мына жағымен де. Маскамыз полностью дайын. Мына тігіс жерін осының ішіне кіргізіп жібереміз. Сонда көрінбей тұрады. Өте оңай, түрі де